Қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен орама нан немесе гүлханым тамағын әзірлейтін боламыз. Немесе розочка мантысы деп те атайды кейбіреулер. Ең алдымен біз қамырымызды әзірлеп аламыз. Суымызға тұзымызды, бір жұмыртқамызды қосып, тұзы ерігенше араластырамыз. Содан кейін барып ұн қосып қамырымызды елейміз. Елеген қамырымыздың бетін жауып қойып қоямыз. Оға дейін біз ішіне қосатын салмасын әзірлеп аламыз. Салмамызға картошка, сәбіз, пияз үшеуін видеода көріп тұрғандарыңыздай ұсақтап тураймыз. Оған құйрығымызды және де фаршымызды қосып, тұзын, бұрышын қосамыз. Егер дәм қосатын болсаңыздар, өз еріктеріңізде. Кейбіреулер фарш қоспай, құр құйрықтан да жасап жатады. Салмасының барлығын жақсылап араластырып аламыз. Тұзы толықтай ерігенше бір келкі болғанша араластырып дайындап қоямыз. Енді осы уақыт аралығында біз қамырымызды жайып аламыз. Мен видеода көрсетпегенмін қамырды жайғанды, бірақ жұқа етіп жаюларыңыз міндетті. Видеода көрсетіп тұрғандай гармошка ретінде қамырларымызды бірінің үстіне бірін орналастырып, барлығын бірдей размерде кесіп аламыз. Қамырымызды видеода көрсетілгендей ұзынша етіп жайып, оның бетіне сұйық майды жағып, кішкене майлы болу үшін, яғни көп жағудың қажеті жоқ. Өсіп жағасыздар да бетіне салмасын, қажетінше салмасын салып, видеода көрсетілгендей екіге бүктеп орайсыздар. Ораған уақытта ортасы тығыз болып қалмау керек, яғни босырақ қып орайсыздар. Сол кезде мантаварканың астындағы су қайнаған уақытта буы көтерілгенде арасына кіруі керек. Ортасы онда таза піспей қалуы мүмкін. Видеода көрсетілгендей барлығын осылай жасап шығасыздар. Және қайнап тұрған мантаваркаға 40-45 минут пісіріп аласыздар. Бетіне подлив жасасаңыздар да болады, өз қалауларыңызда. Немесе қаймақпен де ұсынуға болады. Рецепт ұнады деген ойдамын. Маған лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.